Баршаңызға сәлем, мен арнама қош келіпсіздер. Сливалардың пісу маусымы басталып кетті, сондықтан да міндетті түрде қонақтарыңызға немесе отбасыңызға сливадан пирог дайындап көріңіздер. Пирогтың жасалу жолы өте оңай, үйдегі қолжетімді түліктерден жасалады. Пирогтың иісі бүкіл үйді баурап, дәмді болып шығады. Пирогтың тәттілігі мен сливаның қышқыл ноталары бір-бірімен керемет үйлеседі. Үй ішілеріңіздің көңілінен шығады деген сенімдемін. Ендеше пирогымызды бірге пісіріп бастайық. Ең алдымен сливаларды жуып тазалап, ортасынан екіге бөліп, сүйектерін алып тастаймыз. Жұмыртқаға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Жұмыртқамызға бөлме температурасындағы сары майды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ары қарай жалғастырмас бұрын, егер де мен каналыма жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Ары қарай ұн, 1-2 қасық разрыхлитель немесе 1 қасық ас содасын қосамыз. Онда ұн илегіштен немесе ситадан өткізіп алсаңыздар болады. Сол кезде ұнымыз оттегіге бай болып, пирогымыз жақсы көтеріледі. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Пирогымыздың негізгі қамыры дайын болды, ал енді үстіне себетін крошкасын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы майға 2 қасық қант және ұн қосып, қолымызбен үйкелеп крошка жасаймыз. Ұнымыз аздау болып қалса, тағы кішкене қосып үйкелейміз. Осымен крошкамыз да дайын болды. Ал енді қалаған формамызға пергамент төсеп немесе майлап, жаңағы дайындап қойған қамырымызды салып, жайып шығамыз. Ендігі кезекте екіге бөліп дайындап қойған сливаларымызды кескен жағынан төмен қаратып, қамырымыздың үстіне қойып шығамыз. Сливалардың үстінен басып қамырға батырудың қажеті жоқ. Ендігі кезекте дайындаған крошкаларымызды сливалардың үстінен жайып шығамыз. Алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште пешіңіздің қуаттылығына қарай 45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогтың дайын болғанын таяқшамен немесе спичкамен тексереміз. Осымен пирогымыз дайын болды. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.